Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен рассольник тамағының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, барлығы түсінікті болады. Алдымен ыдысымызға салқын суымызды құйып аламыз. Артынша жуылған еттеріміздің барлығын салып, бір ас қасық тұз салып жібереміз. Сол аралықта біз перловкамызды ыдысымызға салып, үстінен жылы су құйып, жарты сағатқа жібітіп қоятын боламыз. Біздің етіміз қайнап шықты. Енді көбігі араласып кетпеу үшін бетіндегі көбігін барлығын тазалап алып аламыз. Енді бізге бір сәбіз, 2 картошка, 2 пияз керек болады. Егер пияздарыңыз үлкен болса, 1 пияз қоссаңыздар болады. Дәл видеодағыдай картошкамызды де, сәбізіміз, пиязымызды барлығын кубиктап турап аламыз. Алда менің видео рецепттерімді көріп отыру үшін каналыма жазылып алыңыз және видео рецепт үшін өз ойларыңызды астына пікір бөліміне қалдырып бөлісе отырыңыздар. Біз пиязымызды турап болдық. Енді сәбізімізді дәл видеодағыдай кубиктап турап аламыз. Міне сәбізімізді турап болдық. Енді бізге 5-6 дана осындай тұздалған қияр қажет болады. Қиярымызды да дәл сәбіз сияқты, картошка сияқты кубиктап турап аламыз. Қиярымызды біз ең соңынан салатын боламыз. Пісуіне бір 10 минут қалған кезде қиярымызды саламыз. Міне бәрін турап болдық. Енді тапамызға майымызды құйып, пиязымызды салып, барлығын қуырып аламыз. Пиязымыз кішкене қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Артынша бұрышымызды, тұзымызды салып, араластырып, қызартып қуырып аламыз. Және томатымызды саламыз. Картошка мен сәбізімізді салып, 2-3 минут қуырамыз. Артынша біз 2 тіс чесногымызды езіп саламыз. Және бізге тұздалған қиярдың суы қажет болады. Тұздалған қиярдың суын сүзгіден өткізіп, бетін жауып, баяу отта пісіретін боламыз. Сол аралықта біз піскен еттерімізді кубиктап, жеуге ыңғайлы қылып турап аламыз. Мендегі жылқының еті, сіздерді сиыр етін немесе қой етін қоссаңыздар болады. Етімізді турап болдық. Сол аралықта біздің етіміздің сорпасына перловкамызды салып, жарылып шыққанша пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін біз жаңағы қуырып алған подливымызды сорпаның үстіне саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. 5-10 минут тағы пісіріп аламыз. Артынша сосын піскен еттерімізді саламыз. Пісуге бір 10 минут қалған кезде біз тұздалған қиярымызды салып, тағы да 5 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Осымен біздің рассольник тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Динара, ас болсын.